Сәлем достар, сіздермен бірге ипотека академиясының жаңа шығарылымы. Сонымен кеттік. Жыл сайын адамдардың қолжетімді баспанаға деген сұранысы артып келеді. Ал жылжымайтын мүлік нарығындағы тұрақсыздық бұл мәселені одан әрі қиындатып отыр. Баспанаға деген қажеттілік қалай қанағаттандырылуы мүмкін? Және барлық азаматтарға бірдей мүмкіндіктерді қалай ұсынуға болады? Бұл сұрақтар әсіресе әйелдер үшін өзекті. Көптеген әйелдер әсіресе жалғызбасты немесе қаржылық тәуелсіздікке ұмтылғандар тұрғын үй мәселесін шешуде үлкен қиындықтарға тап болады. Осыған байланысты ұмай гендерлік ипотекалық бағдарламасы нақты шешім ұсынады. Бұл бағдарлама әйелдерді қолдап, олар үшін жылжымайтын мүлік нарығында тең мүмкіндіктер жасауды мақсат етеді. Бағдарлама алғаш рет 2021 жылы іске қосылды. Сол жылы ұмай ипотекасы арқылы 954 әйел азаматы өздерінің армандаған баспанасына қол жеткізді. Ал 22 жылы бағдарлама аясында 1120 несие берілді. Енді ол 25 жылы қайта іске қосылады. Ұмай ипотекасының идеясы қандай? Бағдарлама пәтер сатып алуды жоспарлап жүрген қыздарға өте қолайлы. Ұмай олар үшін қаржылық тәуелсіздік пен болашаққа сенімділіктің символына айналды. Бірақ бұл бағдарлама тұрмыстағы әйелдер үшін де қолайлы. Олардың отбасы ипотека бойынша тиімді шарттарға қол жеткізіп, жылжымайтын мүлік әйелдің атына рәсімделеді. Сондай-ақ бұл бағдарлама ата-аналардың студент қыздарына жаңа қалада үй сатып алуына көмектеседі. Ұмай бағдарламасы баспана мәселесін шешуге және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған маңызды құралға айналды. Бағдарлама шарттары: бағдарламаның жаңа нұсқасы бойынша аймақтық шектеулер жоқ. Бастапқы және қайталама нарықтағы үйлерді сатып алуға болады. Астана және Алматы қалалары бойынша бастапқы жарна 20% құрайды, ал өңірлерде 15%. Бастапқы жарнаны ЕНПФ жинақтары арқылы немесе жақын туыстарыңыздың көмегі арқылы алуға болады. Үй құнының 50% жинақталған кезде несиенің мөлшерлемесі 5%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Пәтердің ең жоғарғы құны 50 миллион теңге. Жөндеу үшін несие алуға болады. Ол 15 миллион теңгеге дейін. Несие мерзімі тұрғын үй сатып алуға 19 жылға дейін, ал жөндеу жұмыстарына 10 жылға дейін. Бағдарламаның бұрынғы ережелері бойынша тек табысы 640 мың теңгеден аспайтын әйелдер ғана қатыса алатын болса, жаңа ережелер бойынша отбасының жалпы табысы 950 мың теңгеден аспаса, бағдарламаға қатысу мүмкіндіктері бар. Мысал ретінде көрейік, егер сіздің жұбайыңыз 500 мың теңге, ал сіз 300 мың теңге табыс алатын болсаңыз, сіз ұмай ипотекасын аласыз. Егер сіз жалғыз болып, сіздің табысыңыз 300 мың, 400 мың, 500 мың, яғни 950 мың теңгеге дейін болса, онда сіз бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Бұл бағдарлама орта топтың өкілдеріне арналған және жоғары табысы бар отбасылардың қатысуына жол бермейді. Ұмай бағдарламасы арқылы қандай үй алуға болады? Бұл бағдарлама арқылы бастапқы және қайталама нарықтағы үйлерді сатып алуға болады. Оның ішінде үлесті құрылыста бар. Әйелдерге қолдау көрсету керек. Бұл қоғамның болашағына қамқорлық жасау. Ұмай бағдарламасы әйелдерге қаржылық тәуелсіздік пен жайлы өмір сүруге мүмкіндік береді. Бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған ипотека академиясы. Келесі кездескенше.